16 жасқа толған балаларға арналған. Тегінде түрмелердің мәртебесі асқақтап барады. Әдетте абақтыға ұры-қары, қарақшы, қаншерлер қамалса, қазір Теміртордың ар жағынан министр, әкім, полковник, бір сөзбен айтқанда ынсапсыз шенді шекпенділер де көріне бастады. Жылы орынтаққа бөксесі тисе, қолға майлы жілік түскендей әмірін жүргізіп, азығын торыған құзғындай жем сауы бүлкілдеп, тірі жемтігін торитындардың дәурені жүріп тұрғандай. Бірақ сол мансап иесі танауын қанша шүйірсе де, заң мен сот алдында бәрімен тең. Армағайын арнамызда заң сөйлейді. Шенділер шатылды. Парамен ұсталған облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Ғани Төлебаев пен оның сыбайласы. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының жедел уәкілі Бекзат Асқаровқа қатысты сот үкімі шықты. Өзін басқа салада мүлдем елестете алмайтын судья. Өзінің орнын таптым деп ойлаймын. Судья Меруерт Тоғызбаеваның сыр сұхбаты. Шешілмей жатқан дауды шешіп айт, қиянат жолын кесіп айт, қызыл желдей есіп айт, ақиқаттың ақ жолына түсіп айт. Аймағымызда билер кеңесі құрылды. Бидің негізгі ұстаным арым жанымның садақасы деген ұстаным болған. Нағыз полковник шенінен және 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол аз десеңіз, өмір бойына мемлекеттік қызмет пен ішкі істер органдарында лауазымды қызметтер атқару құқығынан шеттетілді. Парамен ұсталған облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Ғани Төлебаевқа қатысты сот қатаң шешім шығарды. Бәрі құлқын деген құзғынның кесірі. Ең сорақысы, қылмыс әлемінің серкелерімен күресіп жүр екен десек, ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының жедел уәкілі Бекзат Асқаров та экс-полковниктің сыбайласы болып шықты. Ашкөздіктің қақпанына түсіп қалғандар жазадан да қашып құтыла алмады. Бесінші сәуір 2019 жыл Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті бір мезетте қызылордалық қос полицейді тұтқындады. Екеуге қатысты іс сот қарауына қылмыстық кодекстің 366 бабы 3 бөлігінің 1 және 2 тармақтары бойынша сараланып жолданды. Лауазымды полицейлер топ болып алдын ала сөз байласу арқылы Блэкастро тотализаторлық клубына заңсыз тексеріс жүргізіп, шағын және орта бизнес өкілін бопсалап, пара алған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Ғани Төлебаев қаладағы кафенің бірінде 300 мың теңге көлемінде пара алып жатқан жерінде ұсталды. Ал оның қарамағындағы қызметкер ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының жедел уәкілі Бекзат Асқаров Олимп букмекерлік кеңсесіндегі есеп шотына ақша аудартқан бойда Қарағанды қаласында тұтқындалды. Айыптау нұсқасына сәйкес қос сотталушы наурыз айында алдын ала сөз байласып, тотализаторлық клубтың басқарушы менеджерінен ақша бопсаламақ болады. Ол үшін кәсіпкерлік нысанға заңсыз тексеріс жүргізіп, қандай да бір құқық бұзушылықты анықтауға бел буады. Сөйтіп наурыздың 19 күні түнгі сағат 11:30 шамасында жедел уәкіл Блэкастро клубына келіп, қызметтік куәлігін көрсетіп, рейд жүргізілуде деген желеумен аталмыш нысанның қызметіне қатысты құжаттарды талап етеді. Мұнан соң Асқаров клубқа бір емес бірнеше мәрте келгіштеп тексерісті үдете түседі. Алайда нысанның күзетін ұйымдастырушы бұл жерде шикіліктің барын байқаған бойда өзінің танысына, яғни департамент бастығының бірінші орынбасары Ғани Төлебаевқа телефон шалады. Айта кететін жайт, қос сақшы дәл осы адамды кәсіпкерді ақша беруге үгіттеуге пайдаланғысы келген. Бұл ойлары жүзеге аса қоймады. Однако тот отказался в связи с чем 23 марта утром он позвал Лю к себе домой и сообщил ему, что... Әңгіме барысында Лю клубтың заңды жұмыс істеп тұрғанын, қызметіне тиесілі барлық құжаттың түгел екенін айтып, бұл сомадағы ақшаны беруден бас тартады. Наурыздың 23 күні сағат 9:30-да Асқаров тағы да қоңырау шалып, клубтың басқарушы менеджерін полиция департаментіне шақырады. Артынша департаментке емес, үйге кел дейді.
Сотталушылар кәсіпкерді жайына қалдыру үшін бақандай 1 миллион теңге талап еткен. Жоғары лауазымды тұлғалардың әрекетінен шаршаған клуб қызметкерлері ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық аппаратына шағымданады. Қос сотталушы да кінәсін толықтай мойындады. Алайда бас сот талқылауында қорғаушылар пара алуға қатысты істі алаяқтық санатына жатқызуды сұрады. Төрағалық етуші Думан Икрамұлы адвокаттардың бұл өтінішін орынсыз деп тапты. На основании изложенного руководствуясь статьями 387, 390, 392, 393, 395, 398, 401, 402 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд приговорил подсудимого Тулебаева Ғани Утеповича признать виновным в совершении преступления. Сотталушы Төлебаев Ғани Өтепұлын қылмыстық кодекстің 366 бабы 3 бөлігі 1-2 пункттермен кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айырылсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемесінде өтесін. Сотталушы Асқаров Бекзат Асқарұлын 5 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланып, бас пайдасын күйттеген лауазым иелері қасықтап жинаған абыройынан одан қалды шендерінен айырылды. Ғани Төлебаев полковник шенінен, Бекзат Асқаров полиция майоры шенінен айырылып, жемқор деген атақты арқалап кете барды. Және екеуі де өмір бойына мемлекеттік қызметте, ішкі істер органдарында, судья қызметінде, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, ұлттық банк холдингтерде лауазымды қызметтер атқару құқығынан шеттетілді. Сот үкімі заңды күшіне енем дегенше сотталушылар апелляциялық шағым түсіре алады. Жалпы сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстық істер бойынша аудандық және оған теңестірілген соттарда былтыр 70 адамға қатысты 54 қылмыстық іс бойынша үкім қабылданған. 2019 жылдың 3 айында 6 қылмыстық іс түсіп, 2 адам сотталды. Сыбайлас жемқорлық деңгей қылмыстардың орын алуына келетін болсақ, жалпы облыс бойынша 2018 жылдың қорытындысымен бізде облыста 139 қылмыс орын алды. Тіркелген қылмыстардың ішінде негізгі салаларда бұл мемлекеттік сатып алу саласы, қорғаныс істер саласы, құқық қорғау органдары, яғни ішкі істер саласында негізгі басым қылмыстар орын алған. Ішкі істер саласында 10-нан астам қылмыс орын алған. Осыған байланысты біз ішкі істер органдарының қызметіне жалпы мониторинг жұмыстарын бастап кеттік. Қазір парақорлармен күресушілер көп. Жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шара одан да көп. Бірақ бармақ басты көз қыстыны түп тамырымен жоям дегенше кеселдендеп қаншама тағдырға балта шабылуда. Том-том істерді ақтарып, адам тағдырын таразылаған судьяға бәрі бірдей ризашылығын білдіріп кетпейтіні аян. Себебі тараптың бірі жеңет, бірі жеңілет. Осындайда ұл қыз тәрбиелеп, отбасының берекесін арттырумен қатар, нәзік жандардың қызметке білек сыбана кірісуі, олардың барлық мәселені тең ұстайтын әмбебаптығын айғақтайды. Біздің келесі кейіпкеріміз дәл осындай универсал. Көптің алдында әдеп ибасын сақтайды, иманын сатпайды. Ар мен адалдықты ту етіп, әділдікті жақтайды. Және өзін басқа салада мүлдем елестете алмайды. Қалалық соттың судьясы Меруерт Тоғызбаеваның сыр сұхбаты. Жоғары оқу бітірген бойда бірден осы сот саласына келгесін маған өте ыстық. Мен өзімді басқа жерде елестете алмаймын. Осы жерде мен өзімнің бір жаңағы өзімнің орнын таптым деп ойлаймын. Сабыр түбі сары алтын дейді ғой. Әрине әрқашанда біз процесті қараған кезде, ол жаңа мантиямыз киген кезде әрине бірден жинақталасын, барлық эмоцияны шетке алып қоюға тырысамыз. Кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі сот ашылғанға дейін бізде жаңағы некені бұзу туралы істерді қараған кезде балдардың тұрғылықты мекен-жайын белгілеу жөніндегі дауды қосып қарап жүрдік. Сол кезде болды бір екі ерлі зайыптылардың ортасында екі баласы бар, бірі ұл, бірі қыз. Қызы кішкентай әрине, ұлы 10-нан асқан болды. Сол кезде ұлын әкесі өзіне қалдыруды талап етті дағыны, анасы сонда да болса, әрине екі баласында өзіне қалдыруды талап етеді. Біз жаңағы 10 жасқа толған балдардың пікірін тыңдаймыз ғой. Сол кезде баланың пікірін тыңдаған кезде бала өзінің әкесіне жақын екендігін айтты.
Оны біз жаңағы психологтарды шақыртамыз, әрине, мұғалімдердің пікірін тыңдаймыз. Сол кезде барлығына баға бере келе, бала әкесіне жақын, әкесі баласына жақын болып келді. Соның барлығын баға бере отырып, баланы әкесіне қалдыруды дұрыс деп таптым. Бірақ бір қынжылтқаны баланы екі бауырды бір-бірінен айырғаны болды. Отбасылық, тұрмыстық жағдайлардан туындайтын даулар болып жатады. Неке бұзу дейміз ғой. Осы неке бұзу жөніндегі істер көбіне әйелдері жаңағы жолдасымды қорқытып алайын деп едім деген сияқты болып келіп жатады. Талап арыздарын беріп жатады. Сондай кезде әрқайсысы жаңағы намыстанып, тырысып, намысқа тырысып, татуласпаймыз деген сияқты ойларын білдіріп, күйеуі де бірден келісе салып, иә деген сияқты. Сол кезде әйелдері әрине жаңағы әттеген-ай неге бердім деген сияқты ойға келіп қалады. Әрине әр адам үшін отбасы ол қымбат. Отбасыңа әрине әрқашанда көңіл бөлгің келеді. Бірақ біздің жұмысымызда өзің ойдағыдай көңіл бөлуге кейде уақыт жетпей жатады. Әрине жұмысқа кіргеннен барлық жаңағы жеке өмірімізді, жеке тіршілігімізді ұмытып, барлық ойымыздың барлығы осы жұмыста болып жатады. Қай ісімізді қалай шешеміз, қандай дәлелдемелері бар, қай заңға сүйеніп шығарамыз деген сияқты сондай 99 сұрақпен өзің жаңағы жеке тіршіліктерің бәрі ұмытылып қалады. Бірақ жұмыстан босағаннан кейін әрине үйіңе барып, бала шағаңды көрген кезде ол жаңағы бөлек бір өзіңді бақытты сезінесің. Барлық шаршағаның барлығы ұмыт болады, балдарыңды бір иіскеген кезде. 3 балам бар, үлкен ұлым Нұрасыл, одан кейін Ақерке, ең кішкентайы Айару. Ұлы даланың билері ел ішіндегі жүгенсіздікті кісенсіз, абақтысыз ақ саптыйған. Кекілжің туа қалса, бітуажы айтып біреуге бүйрегі бұрмай, тараптарды табыстырып қауыштырған. Соның ішінде әсіресе жер мен жесір, барымта мен қарымта даулары, ұтқыр ой, парасатты пайым, шешен сөзбен бейбіт түрде шешілген екен. Бүгінгінің соттарына да айыбы аса ауыр болмаса, дауласқан тараптарды бітістіріп, жағдайды ушықтырмай шешу міндеті жүктелген. Енді міне жоғарғы соттың татуласу сотқа дейін сотта жобасы аясында аймағымызда билер кеңесі іске кірісті. Бағамдасақ, қазақ халқының тарихында қара қылды қақ жарған билер өте көп болған. Қайнар бастауында Майқы би. Ол хан атаулының кеңесшісі, Қара Бұқараның жақтасы, қорғаушысы атанған. Төле, Қазбек, Айтеке билеріміз сонау Қоқан, Хиуа, Қарақалпақ, Өзбек, Қырғыз, Түрікмен елдері арасындағы дау-жанжалдарды шешкенін тарих айғақтайды. Мөртөбе, Күлтөбе, Бейтөбедегі Қарақұм мен Ырғыздағы билер кеңесінің ықпалы қандай зор болған. Айтпақшы, осынау билер кеңесінде Тәуке хан 7 жарғы заңын бекітіп заңдастырған. Ал енді бүгінгінің билеріне нендей міндет жүктеледі? Би көкелердің кеңесі жұрттың арқа сүйейтін беделді институтына айнала ма? Жаңа бастамаға сәттілік деп, келесі бейнематериалымызға зер салайық. Бірге туған ағайынды екі жігіт ағанында дауласып, жер дауына байланысты екеуі бидің алдына келген ғой. Келіспеген ел айтқан, ақсақал айтқан, соны биге шешеміз, биге тұрамыз деп. Бидің алдына келіп, екеуі аттарын бұл кезде байласа, кей жердің алдында енді атты бір жерге байлайды ғой. Сол екеуі неге келдіңдер деген осында бітіспей келдік, енді сіз шешпесеңіз біз ақыра көрмейтін болдық бірімізді. Содан шықса, естіғанда екі ат жаңа мініп келген аттар бір сүйкесіп екеуі нетіп тұр екен жаңағы сүйркелесіп. Сосын ойпырмай мына екеуінің татулығынан асқан татулық бар ма? Қандай сүйкімді екеуі депті би. Екі жігіт бір-біріне қарап ар жағына шешпей-ақ қойыңыз биеке түсіндік депті. Айтқандағы сондағы сен екеуің түсінбесеңдер де астарыңа мінген аттарын қараш, екеуі бір-бірін түсініп қара құшақтасып бір-бірін деп тұрған ғой. Міне сондай кішкентай бір сөздің түйінімен түсіндіру деген сол кезде мақал болған еді. Сондықтан елдің арасында айтып ғой, жаңағы бір тоғықтай сөздің түйіні болады. Ол кезде қазақ сөзге тұрған ғой енді. Бір ауыз сөзді сыйлаған еді. Жүрекпен ақылдың сүзгісінен өткен кесек сөзге кім-кімде иланады. Осындайда бір сөзбен дауласушылардың басын идірген дуал ауыз би шешендеріміздің даналығына тамсанасың.
сотсыз заманда тоқтамайтып, қарақылды қақжарған қазақ билерінің билігі бүгінгі судьяларға үлгі. Билер кеңесі Сара жолдың жаңғыруы, жаңа сот жобасы аясында қолға алынып отырған игі бастаманың бірі. Кеңестің негізгі мақсаты дау-дамайды сотқа жеткізбей шешу, дауласқан тарапты бітімге шақырып, өмірлік мәні бар тобықтай ой айту. Орайда билер кеңесінің бүгінгі сот жүйесінде қолданылуы бұрынғы жүйені жаңғыртып, әділдік, адалдық, ашықтыққа негіздеу болып табылады. Билердің нақылымен, олардың әрбір істе шығарған әділ шешімімен қоғамды тәрбиелеген жөн. Соттың ашықтығына күмән келмес үшін де мұның алар орны айрықша екені сөзсіз. Жоғары сот төрағасы Жақып Асановтың бастамасымен татуласу сотқа дейін сотта жобасының аясында облыстарда, аудандарда сот пен атқарушы биліктің өзара ықпалдасуының билер кеңестерінің құру жұмыстары нәтижелі жүргізілуде. Қазақ билерінің басқа халықта жоқ ерекше қасиеті дау жанжалдарды мағыналы шешендік сөздермен шешуі. Ол дәуірлерде сан түрлі кодекс, не заң тұрғысындағы актілер болған жоқ. Билер біліміне, өмірден көрген түйгеніне жүгінді. Ал базынамен келген бұқара қисынды ой, пайымды пікірді тыңдап, тәубесіне түсті. Дауласқандар татуласты. Біздің заманымыздың билер кеңесіне де салмақты жауапкершілік жүгі артылып отыр. Татуластырудың тетіктерінің бірі ретінде болады. Әрбір адам өзі психологқа бара ма, татуласу орталығына бара ма, немесе билер кеңесіне жүгіне ме, әр адам өзі таңдайды. Сол адамға таңдау көп болу керек. Осы таңдап, өз адам билер кеңесіне жүгінем деген азамат өзі билер кеңесіне барып, қажет деген өзіне кеңесін алады, бағдарын алады. Болмаса татуласам деген жағдай сөзде медиаторымыз татуласу келісім жасап береді. Яғни татуласу орталығында, билер кеңесінде және бізде мысалы сотта судья медиатор деген де институтымыз бар. Осының барлығын негізгі бір мақсат татуластыру, сотқа дейін жеткізбеу. Бағдар Айқын институтқа салада 31 жылдық өтілі бар отставкадағы судья Зейнулла Нұрсейтов төрағалық етеді. Кеңес құрамында 7 адам, доғарыстағы судьялар, кәсіпқой медиаторлар, атқарушы орган, әділет, қаржы саласының ардагерлері. Кеңестің киелі саны мен құрамдалуында да үлкен мән бар. Бізде қазір дауысқа салу жоқ, бірақ бейде шешімге келу мақсатында ғой. Мүмкін сол кезде жетінің өзінде де үлкен мән бар. Жетілік деген сөз, яғни бірыңғай кетіп қалмай, егер өз арасымызда да бір келісімге келмей қалған жағдайда, яғни көпшілік дауыспенен бір келісімге келіп, сол шешімді қолдануға ниетте бұл құрылған болу керек енді. Елге байғұт емес бейғұт, төрелігімен танылған би шешендер ең алдымен дауласқан тараптардың ықылас мүдделеріне баса назар аударған. Ұлттық дәстүр, имани бағыттағы құндылықтарды сақтай отырып, кесімді ой айту данагөй билердің басты ұстанымы еді. Сонымен қатар, ізгілікке шаң жұқтырмайтын имандылықта, беттің ары, жүректің сенімі деп ұғу, аузы дуалы елге сыйлы билерге тән болған. Бидің негізгі ұстаны арым жанымның садақасы деген ұстаным болған. Олар өздерінің жеке басы емес, олар елдің абыройын ойлаған, халықтың абыройын ойлаған, және соның арының құлы бола білген. Әрине, олардың кесімдері мен шешімдері өз мезгілінде ешқандай дау тудырмаған, және оны қайта қарайтындай мүмкіндік болмаған. Себебі олар әділетті де әділ шешім қабылдаған. Бір дуалы ауыз сөзбенен сондай көлемді дауларды, жауласқан жаулардың арасындағы мәселелерді және тиісті дәрежедегі түйінді шешімдерді шығарып, бір мәселенің басын түбегейлі шешіп беріп отырған. Содан бастап ұлы дала қазақ даласында билердің әділеттілігі, билердің әділдік еңбектері осы бізге қазір дәріс болып келе жатыр. Әділдікке қылау түсірмейтін турашылдық, кісіге тән кішіпейілділік, кемеңгер билердің сол кезгі қасиет келбеті. 21 ғасырдың билер кеңесі де қызыл сөзді судай сапырған сұңғылалардың салған сара жолын үлгі етері хақ. Бүгінгінің заңы мен өткеннің асыл мұрасын астастыра отырып, кесімді шешім айту билер кеңесіне қойылып отырған басты талап. Бүгінгі күннің озық елдері қолданып жүрген медиация деген ұғым шынтуайтында біздің ата-бабамыздан қалған дүние. Ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жеткен қасиет өсиеттерді қадірлей білсек, үлкен жеңісіміз сол болар. Біз осы тұстан хабарымыз түйіндейміз, бітімі бар ел бүтін.